Бүгін сендермен біз сан есім өтеміз. Сан есім орыс тілінде имя числительное. Ол екіге бөлінеді. Первое у нас количественное числительное, второе порядковое числительное. Количественное числительное қазақ тілінде есептік сан есім. Отвечают на вопрос сколько? Сколько? 6. Сколько? 11. А порядковое отвечают на вопрос какой? 6, 11. Яғни ол порядковый дейміз реттік сан есім. Яғни ретімен тұрған, мысалы қатарында тұрған, ретімен тұрған сандардың ортасында бір санды атаған кезде ол порядковый числительный болады. Например, 6 канал. Бізде каналдар көп қой, соның ішінде какой канал включить? 6 канал. Какой класс? 11 класс. Бізде класстар көп қой, с 1 по 11. Какой класс? 11 класс. Да? Какой этаж? 3 этаж. Яғни этаждар көп қой, соның ішінде біреуін атаған кезде бізде реттік сан есім болады, яғни порядковый. Сұрағы какой? Енді количественные числительные мен порядковый числительные үшке бөлінеді. Это простые, сложные, составные. Простые отвечают на вопрос сколько. Яғни бір санға ғана жауап береді. Например, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 20 деген сияқты бір ғана сан, бір санның өзі ғана болса, ол простые болады. Ал составные негізгі санға жұрнақ жалғанса, ол сложные болады. Например, 60. 10 дегеніміз ондықтар, 60, 70, 80 дегеннің барлығы уже сложныйға жатады. Өйткені негізгі санға жұрнақ жалғау жалғанып тұр. Сол сияқты 600. 6 деген негізгі сан, сот деген уже жалғау. 600, 700, 800, 900 бұның барлығы сложный болады. Сол сияқты 100 тысячный. 100 дегеніміз негізгі сан, тысячный дегеніміз уже жалғау. Яғни мыңдық. Ондық, жүздік, мыңдық. 100 тысяч, 2 тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч дегеніміздің барлығы уже сложный болады. Енді составные. Составные состоят из двух или нескольких слов. Яғни екі немесе бірнеше саннан құрастырылған сандар составные дейді. Мысалы 25 екі сан, 188 үш сан, 188-ші. 3 саннан 3 десятых. 3 десятых екі санның. Сол сияқты мысалы 255 үш сан, 255 болса 255. Ол уже составныйға кіреді. Мысалы 1040, 1040. 1040-тай уже екі саннан құрастырылып тұр, ол составныйға кіреді. Яғни екі немесе одан да көп саннан жазылған сандардың барлығы составныйға кіреді. Негізгі санға жалғау жалғанатын болса, ол сложный. Ал санның өзі болса, ол простые болады. Түсінікті ғой, Қазір тағы бір трек сызбамен бір түсіндіріп жіберем. Сосын комментарийде тапсырма орындаймыз. Тапсырма: количественныйға бір мысал, порядковыйға бір мысал. Например, количественный: 6 ученик, 11 книг. Порядковый: 6 этаж, 11 ученик. Яғни осы сияқты бір мысалдан келтіріп комментарийға жазып кетеміз. Тағы да бір қайталап жіберейік, Имена числительное делятся на количественное и порядковое. Количественные отвечают на вопрос «сколько», порядковые отвечают на вопрос «какой». Количественный, например, «Сколько тебе лет?» 12 лет. Сколько штук яблок? 5 штук яблок. Сколько тонн угля? 100 тонн угля. Порядковый. Какой номер? 5 номер. Какой вопрос? 1 вопрос. Какой маршрут? 500 маршрут. Имена числительные по разряду количественные и порядковые бөлінеді деп айттық. Енді по составу простые, сложные, составные болып үшке бөлінеді. Простые бір санның өзі ғана, яғни 10, 20, 30 деген сандар. Ал сложные дегеніміз негізгі санға жалғау-жалғану арқылы жасалады. Мысал, жалғаудың 3 түрі бар, ол 10, 100, 1000. Осы 3 жалғау жалғанса, онда ол сложный болады. Например, 60, 70, 80,
Сонымен қатар сот жалғауы 500, 600, 700, 800 деген. Яғни тағы 1000 деген жалғау бар, 100 тысячи, 5 тысячи, 2 тысячи, 3 тысячи деген, 1000 деген жалғау жалғанса, онда ол уже сложный болады. Сонымен қатар составные. Составный 2 немесе одан да көп сандардан тұрса, онда ол составный. Например, 25, 2 сан, 135, 3 сан, 1245, 4 сан, осындай сияқты мыңдық, 2 мыңдық, 3 мыңдық сандардың барлығы бірнеше сандар болса, 2-ден одан да көп сандар болса, онда ол уже составные числительные болады. Міне бүгіндікке осы мұқият қарап танысамыз, және де комментарийға тапсырма міндетті түрде орындаймыз. Яғни порядковыйға, какой деген сұраққа жауап беретінге бір мысал келтіреміз, количественныйға бір мысал келтіріп жазып кетеміз.